Ana git bakalım. Так, жігіттер, сіздердікі ең бірінші заңсыздық мына. Жаңа сендерге тұра тұр. Әкім дедіңдер, әкім келді. Сәл кейін шегіндер. Сендер тағыңыздар талап өтесіңдер. Айтып отырық қой. Жоқ, талапты сендер жаңа өздерінің арасынан 3 адам шығады дедіңдер. Ол да жоқ. Енді сендер өте бердіңдер, алып кетесіңдер. Сіздер мына өздерінің іс-әрекеттерімен үкіметке қарсы шығып тұрсыңдар. Мен үкімет адаммын. Тоқтаңдар. Консерваторға ешкім жоқ. Тоқта. Әлі ешкім қарсы шыққан жоқ. Заңсыз ешкім. Себебі мына пойыздың ішінде отырған қаншама халық бар. Әркім өзінің іс-әрекет үшін жауап беру керек, жігіттер. Іс-әрекет үшін. Сондықтан сендердің заң атынан сендерге мына жерден кетуге талап етем. Істенбеді екен онда кешіресіздер, жігіттер. Менің де қызметім. Мен үкімет атынан сөйлеп тұрған адаммын, міне. Ал міне, біздер де айтайық, әңгіме жоқ. Ақжауытты аналарды айтып тұр ғой, қойылды. Білеміз, президенттің указы тыңдаңдар. Бұл указ ешкімге обсуждениеге салынбайды, неге деген сөз болмайды. Машина, шыққан машина түгел тексеріледі. Төтенше жағдай болғаннан кейін түгі сағат 11-ден кейін коменданттық уақыт белгіленеді. Ал міне осы 5 январьға дейін созылады. 5 январьдан кейін төтенше жағдай ашылғаннан кейін Ақтау қаласына, Өзен қаласына еркін кіріп шығуға. Менің қолымда указ бар, сөйдеп көрсетілген. Сіз соған кепілдік бере аласыз ба? Мен президенттің указына кепілдік бермегенде не жатқа кепілдік беремін? Ал енді тыңдаң. Жігіттер, бірақ документпен кіріп, документпен шығады. Екеуміз документаны кәмін халықтап барым баға, документаны сіз қолыңызда қолқат бересіз таңертең. Таңертең ашамыз деген, сондай указың бар. Жоқ, міне қолымда указ сендерге қазір алып беруге көрсетуге жібердім. Біздер тек тазалық керек. Мына жарықты астына келейік. Тұран, балдар, тұран. Кел. Ай, көзі жарық. Вести городе Жамузин, Мостовский, на вперед. Действующая журналистская ситуация, комитет сейчас 20 он был түнгі, таңда значит, осы уақытта қалаға кіріп шығарылмайды. Значит, мынау түнгі уақыт, түнгі. Мына указ қол қойғаннан бастап күшіне енеді. Қолды, бұл 17 декабрь күні, кешкі сағат. Мына фактімен ашып. Бұл басқа уақытта уже ашып көрді. Мен аға сенемін. Мен басқа еште қарамас. Жол ашылу керек. Бізде жол жабық.